Ассалаумағалейкум. Кезекті қорап ашу. Суретте көргенде осындай сумкаға тоқталамыз. Осындай мама сумкаларының қатарын тапсырыс бергенбіз. Алдарыңызда соның біреуіне тоқталамыз. Бұл жалпы айтқан кезде сәбилері бар аналарға өте ыңғайлы. Бала шағаның заттарын салуға, өзінің де майда-шүйде заттарын салуға ыңғайлы болған сөмкелердің қатары. Бұл түрі сор түсті болып келген. Материалы да жақсы. Осындай екі қабат неге салынған екен салафонға. Материал плащевой материал. Одан кейін барып бір жақсы жері көлемі де қатты үлкен емес, қатты кіші емес, ыңғайлы да жалпы. Осындай екі аспа бауыры. Одан кейін бер жағында екі сырма, сыртқы беткейінде екі жағында екі қалтасы бар. Одан кейін жалпы іш жағы қара түсті болып келген. Бұл жерде жалпы сырма. Одан кейін барып ілетін баулары да бекен материалдан жасалған. Осындай ұзартып кішірейтуге болады. Одан кейін ілме бауы да бар. Екі жағында ілетін нелері бар жаңағы. Бауын арнайы ілсеңіз де болады, болмаса қолыңызға алып жүрсеңіз де болады. Жалпы сумка жаман емес. Әйел заттар өздері түсінеді, қалай тағу керек екенін. Кішкене тоқталып отқан нем ғой. Жалпы ұнап жатса, мынау бейне өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып, біздің YouTube арнаға өтіп, арнамызға тіркеліп кетсеңіздер болады жалпы. Назарларыңызға рахмет.